Қазыбек Иса деген депутат бар. Бір жүрген бар оға тайвалист. Оны қалай депутат қылып ондай парламентке апарып отыр? ЕГО бағдарламасы, мына біз қазір бүгінгі пайдаланып отқан біз жасап шықтық соны. Түгел. Осы уақытқа дейін 13 шақты бизнес компания құрған екенбіз. Олардың бәрі бүгінгі күні бренд компанияға айналды. Қандай бағытта партия құрамыз деп біз зерделей бастадық. Сонда біз түсіндік, Қазақстанда әлемдік тренд жасылдар партиясы жоқ екен. 20 өңірде 20 филиал аштық. Бір айдың ішінде сайлауға қатыстық. Біздің партиямыздың атынан 183 адам үміткер болды. Кәсіпкердің ағылшынша сөзі білесіз бе, нені білдіреді? Алаяқ деген сөзді білдіреді. Бізде қазір қауіп бар. Тәуелсіздігімізден айырылып қалу қаупі бар. Олар жемқорлықпен күресеміз деп өздері жемқорлыққа айналып отыр. Нағыз опасыз сатқын адам деп соларды айтады. Армысыздар, құрметті көрермендер. Біздің Бай Медиа арнасының Ақ пен Қара бағдарламасының кезекті саны. Бұл жолғы қонағымыз Байтақ Жасылдар партиясының төрағасы, саясаткер Азаматхан Әміртаев. Азеке, біздің студиямызға қош келіпсіз. Енді мынау өзіңіз саясат саласында көп жылдан бері келе жатсыз. Сіздің позицияңызды, сіздің жаңағы осы саясат саласында айтып өткен өткір сөздеріңіз бен пікірлеріңізді халық біледі. Алайда біздің мынау көрермендеріміздің сұрақтары өте көп. Бұл жігіт қай жердің азаматы, жалпы кім? Жалпы сіз кімсіз? Және қашан, қайдан өмірге қалай пайда болдыңыз? Қазір осы уақытқа дейін, деңгейге дейін қай елдің тумасысыз? Осындай бір өзіңізге қатысты жеке сұрақтарды халық көп қойды, осыған бір жауап берсеңіз. Енді біз ауылда туылдық, ауылда нағыз қазақ ауылында. Қазақ тілде, мынау Кеңес одағында қазақ тілді ауылдар азайып жатты ғой, сол бір қазақ ауылында туылдық. Одан кейін жаңағы енді ауылда жүріп әртүрлі мынау біздің уақыт сол Горбачевтың қайта құру заманына сәйкес келді да, сол кезде ол 86 жылы келіп, жаңағы мынау шағын кәсіпкерлікті дамыту заманы келді ғой. Сол кезде біз 10 жасқа келіп, ес жетіп, ес келе бастады. Сол кезде бізде жаңадан саудалар шықты, сауда кәсібі шыққан кезде біз енді сол жаз уақытында саудагерлікпен айналысып, сондай бір үйреніп, кейін 12 жасымда, сол 1990 жылы Алматыдағы республикалық физмат мектебіне, Жәутіков атындағы мектепке оқуға түсіп, сол мектеп-интернатта оқыдым. Өйткені бала кезден математикаға жақын болдым. Сонан жаңағы ұлан деген пионер газеті болды. Соны оқып отырсам, сол жерде жазылыпты. Осылай Жәутіков атындағы республикалық физика математика мектеп-интернаты дарынды математикаға жақсы балаларды Қазақстаннан іздестіреді. Біз шақырамыз деп жазған екен. Соны бірден мен көріп, ол кезде 12 жастан анама апарып көрсетіп, мынау мектеп маған арналған екен деп. Осы мектепке мен міндетті түрде оқуға түсуім керек деп. Соның анам айтты, жақсы, барамыз деді. Сөйтіп ол бір көктем айы кезетін, сәуір айы, 90 жылы. Сол кезде сәуір айы, содан жаңағы уақыт өте бастады. Негізі 15 шілдеде дұрыс, емтихан болу керек болған. Содан жаңағы барам деп сондай неғып, ынта болып, күнде ойымда жүреді ғой. Сөйтіп жаңа жүріп, енді оқу бітті, мамыр оқу біткеннен кейін бізді тауға жібереді, қойшыларға көмектесуге. Сөйтіп, енді 25 мамыр күні жаңағы тауға қарай жіберді, қойшы бір кісі бар, жаңа соған жіберді. Сол тауда жүрмін, тау енді ол алыс ауылдан. Бір 10 километрдей тауға шығады. Таудың арасында сол қой бағып жүрген кезде жаңағы ойлап қойым, қашан емтихан келе жатыр, 15 маусым, маған Алматыға бару керек, оқуға түсу керек. Мен енді қалай да болсын түсуім керек деп. Әкешім ауылда, таудамын. Сөйтіп жаңа жүрген кезімде таудың басында бір үлкен канал болған. Жаңа канал ол су ауылға келеді. Үлкен канал, бетонированный ғой канал.
соны жаңағы күнде ойлап жүрмін, сол маусымның басы болып қалды, 5-6 уақыт. Сөйтіп жаңағы қалай енді мен баруым керек қой, қалай жетем, не жетем деп, қашан мен келіп алып кетеді деп жүрген кезде жаңағы таңертең таңғы уақыт болған, сағат 10-да. Сол қойды жоғары тауға шығарып, жаңағы жүрдім ғой, енді атты қойдым да, сол каналда жүріп, каналға құлап кеткенім бар ма? Қасымда тағы да көмекші бір дос жігіт болған, ол қалып кетті. Каналға түстім, и канал мені ауылға қарай тартты. Енді жаңағы каналдың, енді ол бетонирован болғаннан кейін жаңағы темірлері бар, жаңағы қолым бәрін жүріп кетеді мына жақтан. Қол, бет, ана шыға алмаймын жаңағы. Балдыр асты. Енді жылдамдықпен жоғарыдан ғой, кетіп бара жатырмын, мен білмеймін мен не істейтінімді. Сонда отырдым да жаңағы каналға, Құдайға жалындым. Ой, осылай алдында мен анам келіп айтқан, осы каналға жоламашы, ақып кетуім мүмкін деп. Мен жоқ, жоламаймын деп жаңа. Сол айтып қоямын, мен осы каналдан шықсам, анамды тыңдаймын әр уақытта. Қалай да болса деп жаңа. Сөйтіп келе жатып, жаңағы енді денем бәрі ауырып жатыр, қан үстім бәрі, мына жақтың бәрі. Қолым бәрі жығылып кеткен. Енді көтерілем, жаңа секіріп жаңағы шығам деп не қылам. Оның үстіне мен 4-ші класстан бастап күреспен айналысқанмын, спортқа жақсымын. Жаңағы денемді көтеріп жаңағы ұстауға тырысам, шыға алмаймын жаңағы. Қолым бәрі жығылып кетті мына жеріне. Келе жатым, бір 3-4 километрдей аққан шығармын. Мынау денеде ет жоқ уже. Ана жығылып кетіп отыр ғой. Бірақ оны сезбейсіз уже қанның несімен. Қалай да болсын шығуым керек. Содан кейін ойладым, келе жатып, балдыр. Отырған кезде бүйтіп ана балдырды бүйтіп отырасыз, аяғын не қылып, былай өзіңнің ең тапсаң, не қылмайсың да, басыңда ең дұрмайсың жаңағы. Сырғанақ қой, былай кетіп бара жатып. Сөйтіп келе жатып, жаңағы тілеп отырмын, бір уақыттан кейін барлық күшім жинадым да, Құдайға сеніп, Алла көмектесе көр маған деп, жаңағы бардым да секірдім жаңағы. Сол секіріп, қолым ұстап қалды бір жегін. Істеді, соң кейін жаңағы, қол бір шеті ұсталғаннан кейін жаңағы аяқпен не қылып, көтеріліп, жаңағы каналдан шықтым. Қарасам, таудан уже таудың астына кеппін, уже ауылға жеткем. Содан жаңағы шығып жүрейін десем, жүре алмаймын. Басым айланады. И бір жаңағы бір қойшы атпен келе жатып көріп қалған екен. Артынан жаңағы атпен қуалаған ғой, жете алмай қалған. Шауып келе жатыр ар жақтан. Сөйтіп келдім, жерге құладым жаңа. Сол жаңа кісі келіп, мені бұлай көтеріп алып, бір қазақ үйге апарды. Сол жерде жаңа жаурап жатым, көрпеге жабады, жаңа не қылады. Соң бір уақыттан кейін енді ауылға жеткізу керек қой, жаңа медпунктке. Сөйтіп бір молоковозда келді да, молоковоз келген екен, соған отырдым, медпунктқа барғам. Медпунктқа барсам, жаңа медбикелер алып, жырылған жерлердің бәріне бинтті жауып береді ғой, салып береді. Содан үйге барам, үйге бардым да, жаңағы енді ауырады денем бәрі. Анау бинтті жауып тастаған, еще дұрыс емес, прямо сүйекке. Ой, түні бойы есімде әлі қатты. Сөйтіп келесі күн дәрігерге барып, в общем, емделіп, ол 5-ші маусым болды, сол бір 5 күндей емделдім да, Алматыға шығып кеттім. Сөйтіп физмат мектебі интернатына барып, жетіп, сол былай айтқанда, сол кезде жас кезімде армандаған арманыма оқуға түсіп, емтиханға қатыстым. Енді емтиханды жақсы жаздым деп айта алмаймын. Былай жаздым, бірақ мұғалімдер мынау дарыны бар екен математиканың, біз бір 1.90-ға мүмкіндік берейік. Егер 1.90-ды алып кетсе, онда ары қарай оқи береді деп мені қалдырды. Сөйтіп қыркүйектен бастап, сол 90 жыл қыркүйектен бастап, сол РФМШ-да мектепте оқыдым. Енді оқу да оңай емес, сол жерде олимпиада, халықаралық олимпиадаларға қатыстым, математикадан 1-ші орын алдым. Неден республикалық физика пәнінен жүлдегер болдым республикалық олимпиадада. Сөйтіп жаңағы өз орнымды таптым. Сол мен сол кезде физмат мектебін оқыған кезде мен айттым, енді мен үлкен, тек қана үлкен мақсаттарда жұмыс істеуім керек деп өзіме мақсат қойып, институтқа түсіп, сол кезде жүрген кезде бір жағынан жаңағы енді менде бәрібірде саудаға жақсы болдым да, іскерлік, кәсіпкерлікке. Оның үстіне
менің нағашы атам ол ауылда өзі андай саудаға жақсы етін, саудагер. Жаңағыдай мысалға арнайы мысалы малдарды алады, солар семіртіп соғымға сойып сондай не қылатын. Сондай кәсіпкерлікті, сондай бір тәжірибені үйреткен етін маған. Сол бар. Сонымен бірден институтқа түскен кезде фирма ашып, сауда компанияларды құрып, кәсіпкерлікпен айналыстым. Ол 96-97 жылдары. Ол кезде мен IT компания құрдым. Ол 2002 жылы біздің құрған IT компания, ол Қазақстанда ең үлкен IT компаниялардың бірі болды. Бірден ең үлкен жобаларды жасадық. 2002 жылы Қазақстанның электрондық үкімет деген жобасы басталды. Бұл үлкен жоба ғой, бұл стратегиялық біздің былай айтқанда мемлекетіміздің қауіпсіздігі ғой. Өйткені егер бұл шетелдіктер жасайтын болса, біздің түгел мемлекеттік істегі құжаттардың бәрін бақылап отырады. Сондықтан сол жұмысқа мен жақсылап тұрып дайындалдым, командамды. Есімде 2002 жылы сол үлкен ашық конкурс өтті, тендер. Сол кезде Ресейдің жаңағы бір мықты компаниясы қатысты, және біз қатыстық. Мен фирмам қатысты. Мен ол кезде 24 жастамын ба, сонда 23 ба, сол жаңағы және де ең қызығы, анау келген Ресейдің компаниясы, ол соның алдында 2002 жылдың басында Владимир Владимирович Путин, Ресейдің президенті, Қазақстанға келіп, Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан президентімен кездесіп, сол жоба туралы сөйлесіп кетті. Сол электрондық үкімет жобасын бізге беріңдер, біздің компания жасап бересіңдер. Түгел электрондық үкімет, электрондық құжат айналым, сендер информатизация, бәрін біз жасап береміз деп сол проектті сұраған екен. Сол кезде президент Назарбаев айтыпты, бұл жобаны сендер аласыңдар деп. Жаңағы тендер болған кезде, жаңа Ресейдің компаниясы ойлаған ғой, бізді бірде-бір компания қатыспайды оған, біз алып кетеміз деп өздерінше сенімді болған. Сол кезде біз бір шетінен шығып кеттік та. Содан енді мен ол бағытта менде үлкен тәжірибе болған жоқ, тек қана біздің тобымыз, мамандарымыз болды. Сөйтіп жаңағы мен енді бәрібір де ашық конкурста кім төменгі баға береді, сол жеңіп шығу керек қой. Біз жаңа конкурсқа қатысқан кезде бір белгілі сума біз төмен берген екенбіз. Соның арқасында біздің фирма жеңіп алды. Жаңағы шетелден келген адамдар қатты ана жерде айқайлап, сендер қалай бізді сатып кеттіңдер, бұл қалай біздің жоба деп. Содан міне Қазақстанда электрондық үкімет, ЕГОВ бағдарламасы, мына біз қазір бүгінгі пайдаланып жатқан, сол кезде басталды соның тарихы. 2002 жылы бірінші жобасын, проектсін, техникалық заданиясын біз жасап шықтық соны. Түгел. Мен сол кезде есімде сол жобада 15 шақты маман жұмыс істеді, жастар болды бәрі. Мына Қарағандыдан көп мамандарды шақырдық, Алматыдан, және осы Астанадан мамандар болды, солардың басын біріктіріп, біз бірінші электрондық үкімет жобасының басын, фундаментін біз жасадық. Соның арқасында бүгінгі күні мысалы электрондық барлық бағдарламалардың бәрі Қазақстанның компаниялары жасап отыр. Сол кезде солай біз құтқарып қалдық еліміздің қауіпсіздігін. Қазір біздің мысалы электрондық үкімет, біздің бағдарламаларымыз ол былай айтқанда электрондық мемлекеттік қызметті алу жұмысы бізде әлемде ең жоғары деңгейде деп айтуға болады. Соған байланысты біз деген көптеген электрондық статистика бағдарламасын ұсындық, электрондық қызмет, сонымен мынау әртүрлі жобаларды соны жасадық кезінде. Солай біз сол бағытта жұмыс. Негізгі менің атқарған ісім, мен кәсіпкерлікпен айналыстым. Көп бизнес компанияларды құрдым мен. Көбінесе өндіріс саласында. Ең бірінші салған біздің заводымыз, біз құрылыс заттарын өндіру саласында біз үлкен жобалар жасадық. Бұл айтқан кезде енді
мақтану емес, бірақ шындықты айту керек, әр істеген жобамды мен соңына дейін жеткіздім. Қай салада? Осы уақытқа дейін 13 шақты бизнес компания құрған екенбіз. Олардың бәрі бүгінгі күні бренд компанияға айналды. Әрқайсысында жүздеген, бір компанияда мыңдаған адам жұмыс жасап отыр. Экономикаға үлкен үлесін қосып отыр. 2009 жылы мен шетелге оқуға кеттім. Кембриджде тіл бағытында оқыдым. Одан кейін Америкада бизнес басқару, менеджмент бағытында 2009-2010-да оқып, Қазақстанға 2011 жылы келдім да, содан проекттерді бастадым. Содан кейін мына жұмыстардың жағдай көптеген мемлекеттік қызметкерлердің қысымын көріп, көптеген проблемаларды көріп, қоғамдық жұмысқа қадам бастым. 2012 жылы осы қоғамдық жұмысқа, қоғамдық халықпен жұмыс жасау бағытында 100% кеттім. Үлкен форумдар өткіздік. Шетелде Кеннедидің жанұясын біз Қазақстанға алып келіп, мына жерде көптеген жұмыстар жасады Қазақстанда. Одан кейін 2015 жылы біз партия құрамыз деп сондай бір мақсат қойдық. Институтта оқып жүрген кезде Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе кітабын оқыдым. Тұрар Рысқұлов жайында. Сонда Тұрар Рысқұловтың саясатқа қалай келгені жайында жазылғанда, сол партия құруға, жаңағы жастарды біріктіріп, қазақтың мүддесін қорғап, түрік халықтарының мүддесін қорғап, сондай бір идеямен келген, сол маған қатты ұнады да, сол кезде мен 97 жылы жастарды жинап партия құрам деп сондай бір ой болған. Мұсылман жастар партиясы деп сондай. Содан кейін түсіндім, менде партия құруға мүмкіндік жоқ екен, ақша, қаражат. Сөйтіп мен өзім соңын айттым, 40-тан кейін партия құрам деп. Өзіме мақсат қойдым. Есенберлиннің көшпенділер кітабын оқығам, сонда жазылған, біздің бабаларымыз саясатпен тек қана 40 жастан кейін араластырған екен. 40 жастан кейін. Өйткені 40 жастан кейін адамның ақыл ойы тоқтайды, тәжірибесі мол болады. Ал елді басқару мәселесінде қателесуге болмайды мемлекетті басқарып отырған адамдарға. Өйткені ол адам өмірімен байланысты. Қаншама балалар, адамзатпен байланысты. Сондықтан бұл жерде мен сол Қызыл жебе кітабын оқып, сонда түсінгенім, саясатпен айналысу үшін 40 жастан кейін деп, сол мен өзіме сол кезде партия құрам деген ойымды 40 жастан кейінге қалдырдым. Сол енді 2015 жылы енді 40-қа жетіп қалдым, сол мақсатым бар, сол партия құруға. Қандай бағытта партия құрамыз деп біз зерделей бастадық. Сонда біз түсіндік, Қазақстанда әлемдік тренд жасылдар партиясы жоқ екен. Жасылдар партиясы. Қоршаған ортаны қорғау, адам денсаулығымен байланысты. Бұл бүгінгі күні қарап отырсақ, адам саны көбейіп жатыр әлемде, өндіріс дамып келе жатыр, выброс ауаға көп болып жатыр. Осының бәрін қалай біз азайтып, планетамызды қорғау мәселесі тұрған кезде осы жасылдар партиясының рөлі үлкен екен. Қазақстанда бұл бағыт жоқ. Керек болса біздің Қырғызстан елінде бар жасыл партия, Өзбекстанда, Ресейде. Содан мен 2015 жылдан бастап осы жасылдар партиясын құруға кірісе бастадым. Бірақ түсіндім, бұл бірден жасылдар партиясы құру ол мүмкін емес. Сондықтан біз экологиялық альянс байтақ болашақ деген қозғалыс құрдық. Экологиялық альянс. Әр өңірден филиалдар аштық. 2016 жылы біздің экологиялық қозғалысымыз тіркеліп, біз сол кезде ойландық, біз қалай осыны атын шығарамыз халыққа деп. Сол кезде ақсақалдармен, көп азаматтармен ақылдасқан кезде бәрі айтты, бізде Қазақстанда әлемге танымал Олжас Сүлейменов, Семей, Невадамен, ол тек қана Қазақстандағы ядролық сынақтар жапқан жоқ, әлемде 6 ядролық сынақты жапқан адам деп. Сол Олжас Омарұлыны шақыру керек деп айтты. Сол кезде мен ойланып, Олжас Омарұлыға біз шықтық. Біз айттық, осылай жастар экологиялық қозғалыс құрып, кейін болашақта партияға айлану мақсатында біз сізді құрметті лидерлікке шақырамыз деп. Ол кісі бірден айтты, келісім берді. Өйткені айттым, мен экология, қоршаған орта, ол
тақырыпты мен жақсы көремін, ол менің тақырыбым, менің әрбір өлеңім сол жайында жазылған деп ол кісі бірден хабарласты. Содан біз 2016 жылы сол күз айында республикалық пресс-конференция өткіздік. Сонда Олжас Омарұлы әлі интернетте бар жерде бар. Ол кісі айтты, осылай табиғатты қорғау, біздің мына выбростарды, қалдықтарды қайта өңдеу мәселесі, осының бәрі бұл бүгінгі тақырыбы. Сондықтан мен осы қозғалысты қолдаймын. Азаматхан осы қолдаймын, төрағасы болады, жұмыс жасайды. Содан біз жұмысымыз басталды. Одан кейін ақсақалдар кеңесін өткіздік, экологиялық халықаралық экологиялық конгресс өткіздік. 2016, 2017, 2018 әлемдегі Нобель лауреаттарын қатыстырдық. Осы бағытта енді біз экологиялық қоршаған орта бағытында бұл жұмыс істегеннен кейін бұл қазақстандық бәріне бұл бағыт танылмады, өйткені біз салалы болғандықтан. Бірақ біздің саланың адамдары бәрі білді. Енді менің де мақсатым сол болды. Бірінші сол саланы игеру керек болды. Ертең партияға айлану үшін. Мен осы саланы енді бәрі менің мамандығым энергетикалық институт бітірдім. Мен жасыл энергетиканы. Мен мамандығым өзі жақын болды осы қоршаған ортаны қорғауға. Маған тезірек болды игеруге. Содан 2016, 2017, 2018-де, одан кейін 2016 жылы біз Олжас Омарұлы Сүлейменовпен бірге Санкт-Петербургта болдық. Санкт-Петербургта Ресейдің кино жылынан экология жылына өту үлкен бір форум болды. Президент Путиннің қатысуымен. Сонда біз қатыстық. Олжас Омарұлыны шақырған екен. Сол флагменді, сол нені Олжас Омарұлы сөз сөйлеп, енді ол әлемдік, ол әлем адамы ғой. Осы қоршаған ортаны Семей Невада қозғалысын ашқан азамат ретінде Олжас Омарұлы сол ашты сол жылды. Сол кезде біз жаңағы Ресейдің барлық осы саяси жүргізіп отырған сол кезде бір жиналыста қатыстық. Олжас Омарұлы мені таныстырды бәрімен. Сол кезде Ресейдің президенті болды. Бәріне біз қатыстық. Сол кезде біздің жұмысымыз солай басталды, партиялық жұмысымыз. Содан 2019 жылы Әділет министрлігіне біз құжат өткізе бастадық, партия боламыз деген қозғалыстан. Біз былай айтқан кезде 18 рет Әділет министрлігіне құжат өткіздік. Осы партияны құру мәселесінде біздің енді көп жұмыстар атқардық әр жерде. Былай нақты айтатын болсақ, нәтижесінде 2022 жылы 23 тамыз күні біз Әділет министрлігіне жаңағы ұйымдастыру комитетінің протоколын, партия құру бағытындағы ұйымдастыру комитетінің протоколын өткіздім. Әділет министрлігіне 1000 адамның қолымен. Одан кейін бізге тамыздың 24 күні жауап берді. Біз сендердің құжаттарын қабылдадық деп Әділет министрлігі, енді сендерге құрылтай съезін өткізуге біз рұқсат беріп отырмыз деп. Содан 2022 жылы 23 қыркүйек күні Алматы қаласында біз Қазақстанның Жасылдар Байтақ партиясының бірінші құрылтай съезін өткіздік. Қазақстан ол құрылтай съез, ол заңда, партия туралы заңда көрсетілген, әр өңірден пропорционалды түрде белсенділер келу. Барлық өңірден. Кемінде 1000 адам деп жазылған етін. Біздің құрылтай съезге 1450 адам қатысты. Әр өңірден келді. Атырау, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, барлығынан келіп бір жерде біз жинадық. Енді ол оңай жұмыс болмады. Ол үлкен жұмыс, ол келген адамдардың бәрі бізге, партиямызға, біздің қозғалыс болып, олардың алдында танымал болғанымыздың арқасында олар бізге сеніп келіп, бізді қолдады. Сөйтіп біз құрылтай съезімізді өткізіп, барлық протоколымызды заңды түрде Әділет министрлігіне бердік. Әділет министрлігі. Сонымен қатар 22 000 адамның қол қойылған партияға өтті деген құжатын өткіздік.
Сөйтіп біз 22 қараша күні 2022 жылы жауап алдық әділет министрлігінен біздің партиямыз тіркелгені туралы. Содан кейін міне бірден біз әр өңірде Қазақстанның филиалдар аштық, партиямыз 20 өңірде 20 филиал аштық бір айдың ішінде. Өйткені бізде дайын болды, актив барлық өңірде дайын болды. Бірден белсенділерді келіп біздің партиямызды қолдады. Сөйтіп біз 2023 жылы жаңағы наурыз айындағы парламенттік сайлауға біз қатыстық. Бірінші біздің партиямыздың тарихында біз бірінші рет заңды партия ретінде сайлауға қатыстық. Ол сайлауға қатыстық, біздің партиямыздың атынан 183 адам үміткер болды. Оның 163 адамы маслихаттарға болды. Аудандық, облыстық, қалалық маслихаттарға, 20 адам мәжіліс парламентіне. Біз енді өкініштісі мәжіліс парламентіне өте алмадық, бірақ біз 12 аймақта Қазақстан 26 маслихат депутатымыз бар бүгінгі күні. Олардың бәрі белсенді жұмыс жасап отыр өз бағытында. Сонымен қатар біз енді бәрібірде өкілеттігіміз бар, мәжіліс парламенті барлық заң жобаларға бүгінгі күні қатысып отырмыз. Міне осы партияның жұмысын қазір менің айналысып жатқан ісім осы партиялық құрылымды реттеу, барынша жұмыс жасау. Біздің енді ерекшелігіміз біз жасылдар партиясымыз. Біз әлемде жасылдар партиясы 98 елде бар. Қазір біздің мақсатымыз сол барлық елдегі жасылдар партиясымен бұлай контактқа келіп, келісімге келіп, солардың тәжірибесін үйрену, сонымен қатар келе жатқан сайлауларға қатысу, мықты үміткерлерді дайындап жатырмыз. Партиямыздың мүшесін көбейтіп жатырмыз. Бүгінгі күні партиямыздың мүшесі енді 100 мыңға жетті деуге болады. Біз одан да біз өйткені біздің тақырыбымыздың өзі тақырыбымызға байланысты халық бізге жиналып жатыр. Мысалы Балқаш халқы, Теміртау халқы, Атырау облысында Жылой ауданы, Шығыс Қазақстан Ридер, Абай облысында Аягөз ауданы, мынау Жамбыл облысында Жаңатас, Түркістан облысында Келес ауданы, мысалға Маңғыстау облысында Жаңаөзен сияқты сондай көптеген мына экологиялық жағдайы қиын аймақтың халқы автоматты түрде біздің партиямызға кіріп жатыр. Біз мысалы үлгермей жатырмыз қазір. Партбилеттерімізді беріп, тіркеп, олармен жұмыс жасау. Бірақ енді олар біздің партиямызға келгеннен кейін біз оларға не бере аламыз? Біз олардың қандай үмітін ақтай аламыз? Біз оларға деген біздің алдымызда мақсат тұр. Сондықтан бұл партиялық құрылымдар керек. Бізде департаменттер, әртүрлі бағыттар қазір іске асырып жатыр. Сондықтан ендігі біздің мақсатымыз сол мына жаңа партия тіркелді, бұл жаңа алаң. Бұл алаңға барлық қазақстандықтар шақырамыз. Ашық түрде осы бағытта еліміздің экономикалық, әлеуметтік жағдайын біз көтеруіміз керек. Рахмет. Енді мынау жаңа сіз өмірбаяныңызды айту барысында айттыңыз, мына өндіріс пен ғылым саласы туралы. Бәріміз білеміз ғой, 90-шы жылдары еліміздегі ғылымның ең бір мықты азаматтары, өндіріс саласындағы азаматтардың көбі 90-шы жылдардың тоқырауында шетел асып кетіп қалды. Сол жақта жұмыс жасады. Соның кесірінен бе, әлде соның енді әсерінен бе біздің Қазақстанда шындап келген кезде ғылым дамымай қалды. Ғылымды ешкім қолға алмады. Керек болса ғылым академиясында жауып тастады. Қаншама осы инженерлік мына қазір өзі белгілі болып жатқанда гидрогеологтар жоқ, басқа да саланың мамандардың жоқ себебін оны дайындап беретін мамандардың барлығының біздің елде болмауы. Осының барлығының әсері қазіргі Қазақстанның экономикасына да бір үлкен зиян тигізіп отыр. Жалпы осы өндіріс пен ғылымды енді қазір президент Тоқаев қолға алып ғылым академиясын қайтадан құрып жатыр. Өндіріс пен бизнеспен айналысам деген жастарға мүмкіндіктер беріліп жатыр. Біз қай жолда дамуымыз керек? Ең бірінші өндіріс дамытайық па, жоқ әлде ғылым дамытайық па? Енді мысалы кеңес одағындағы ғылымдық көзқараспен қазіргі мына қазіргі 21-ші ғасырдағы ғылым екі түрлі. Кеңес одағында көбінесе фундаменталдық ғылымға көңіл бөлді. Қазір 21-ші ғасырда фундаменталдық ғылымда барлық жаңалықтар әлемде ашылып қойды. Барлық жаңалық. Өйткені компьютерлік искусственный интеллект деген түсінік бар. Мысалға, оның барлық ғылымды ашып қойды фундаменталды. Қазір біз
прикладной дейміз, қолданбалы ғылыммен айналысуымыз керек. Қолданбалы ғылым деген не ол? Ол күнделікті өмір сүріп отқан затта ғылыми креативті жаңалықтарды енгізу. Ол қалай жүреді қазір 21 ғасыр? Ол біз енді Кеңес одағында жоспарлы экономика болды. Қазір біз нарықтық экономикада, еркін нарықтық экономикада өмір сүреміз. Жоспарлы экономикада ғылымды дамытқан кезде ол мемлекет қаражат бөледі, мемлекет сонымен белгілі бір мақсатқа, белгілі бір неге жету керек болды, сол бағытта жұмыс істеді. Мемлекеттің түгел барлық жаңағы машинасы айтамыз ғой, сол жұмыс жасады. Ал қазір ол басқаша. Қазір кәсіпкерліктің жұмысында әрбір затында ғылым болу керек. Мысалға кәсіпкер, кәсіптің басшысы, басшылары кәсіптің даму үшін ол міндетті түрде ғылымды дамыту керек. Неокр дейміз, ғылыми жұмыстарды дамыту керек. Мысалға мен бір кейсті айталам. Америкада кезінде 3M деген компания болған. Ол әлемдегі ең бай компания болған. Жылдық доходы $3 миллиард етін. Бір күні жаңа басшылары бізге бір тиімді жұмыс істейтін менеджер керек, прибылімізді көтеруіміз керек деп жаңағы бір тиімді бір басшыны әкеледі. Ол келеді да түгел жаңа ғылыми жаңа неокордыларға жаңа компанияның жылдық бюджеті $500 миллион тек қана неокорға бөлеткен ғылыми жұмыстарға. Алады да ол сол жаңағы шығындардың бәрін жауып тастайды. Ғылыми түгел жаңа шығындардың бәрін жауып тастайды. Әрине шығындардың бәрі жабылғаннан кейін мысалы кіріс минус шығыс таза пайда көбейеді. Шығыс азайып болатын болса, кіріс көп, пайда көп. Бірақ ол компания 3 жылдан кейін банкротқа ұшырайды. Өйткені нарыққа келетін 3 жылдан кейін нарық өзгеріп жатыр ғой, тез өзгеріп жатыр. Нарыққа ғылымды дамытпаған үшін нарыққа келетін заты болмай қалады жаңағы ескірген заттар болады да, тауарын ешкім алмайды, сөйтіп жаңа банкротқа ұшырайды. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз егер тиімділікті қолға алатын болсақ, онда біз креативті жаңағы бәсекелестік бағытта ғылыми заттардан айырыламыз. Сондықтан ол қазіргі біздің бизнесмендер, бізде енді Қазақстанда өңкей олигархтар ғой, бәрі бизнес. Мен оларды кәсіпкер деп санамаймын. Олар жаңағы бір шенеуніктің биліктің күшімен өзін бизнесін дамытып отқан, олар бизнесмен емес, ол мемлекеттік зат арқылы, әкімшілік арқылы өзінің мүддесін қорғап отыр. Ал енді кәсіпкер деген ол өзінің кәсібі. Сондықтан кәсіпкерге кәсібін дамыту үшін ғылымды дамыту керек. Міне осыны идеологиялық кіргізуіміз керек. Көрінген, мысалға мынау қай бағытта болсын, бәрінде ғылым бар. Мысалға, мынау iPhone телефонды қараңызшы, бүгін мынау шықты, 15-ші iPhone, мен алғаныма мысалы жарты жыл болды ма, 1 жыл болды, қазір бұның жарты жылдан кейін жаңасы шығады. Жаңасы уже мынау ескіріп қалады нарықта. Кезінде есіңізде ма? Nokia деген телефон болды. Қандай телефон? Nokia деген компания әлемді шулатты, қазір банкротқа ұшырады. Жоқ. Motorola, пейджерлер жоқ. Мысалы, сондықтан әлем тез дамып келе жатыр. Нарыққа бәсекелестікке сәйкес болуымыз керек. Бәсекелестікке сәйкес болып, бәсекелестікке жағдайымызды жеткізу үшін тек қана ғылым. Ғылымсыз біз бәсекелесе алмаймыз ешкіммен. Сондықтан бізге ол ғылымды дамыту керек, кәсіпкерлер дамыту керек, мемлекетте ғылымға көңіл бөлу керек. Бірақ мемлекеттен қаражат шыққан кезде ол жемқорлыққа кетіп, әртүрлі өтірік жаңа жобалар жасап, құр босқа далаға кетуі мүмкін ақша. Сондықтан оның тиімділігін күшейту үшін ол қаражатты кәсіпкерлер арқылы беру керек. Ғылым дамы. Әрбір бұл енді мысалға мемлекет, кәсіпкерлер. Біз нарықтық экономикада тұрып атқандықтан кәсіпкерлер, шағын орта кәсіпкерлер, ол біздің экономикамызға жауапты бөлігі кәсіпкерлер. Сондықтан кәсіпкерлердің мықты болуы, қазақстандық кәсіпкерлердің тауарлары бәсекелеске сәйкес болуы, ол мемлекеттің мүддесі біздің. Мемлекет билік осы бағытта жұмыс жасау керек.
Ал біз көріп отырғанымыз керісінше болып отыр ғой. Қазір мына самұрық қазына, Қазақстан темір жолы, Қазмұнайгаздың жасап отқан істерін көріп отырмыз ғой. Олар бір тиімділікке жұмыс жасап жатыр, бірақ тиімділігін кім көріп отыр оны? Иә, сондықтан біз кәсіпкерлерді дамытуымыз керек. Кәсіпкерлерсіз біздің мемлекетіміз өспейді. Кәсіпкерлеріміздің әрқайсысымен жұмыс жасауымыз керек. Қалай дамыту керек? Олардың патриоттық сезімі, оларды қолдау керек. Анау қазақта сөз бар ғой. Ерім деген ел болмаса, елім деген ер болмайды деп. Иә, сондықтан бұл жерде міне мемлекет пен халықтың арасындағы осы байланысты жасауымыз керек. Міне біздің Байтақ Жасылдар партиясының мақсаты осы. Біз шынайылық көрсетуіміз керек. Сенім деген болу керек. Кәсіпкерлер, халық, мемлекеттің басында отырған билік, бұлардың арасында белгілі бір тәртіп, белгілі бір ереже, белгілі бір сенім болу керек. Бәрі бір-біріне предсказуемый болу керек қой. Бәрі бір-бірін біліп отыру керек. Қалай, қандай нәрседе қалай істейтін. Бірақ ең бастысы мемлекетімізді біз сатпауымыз керек. Мемлекетімізді көтеруіміз керек. Осы уақытта жұмыс істеуіміз керек. Жалпы бұл сөзден шығатын бір қорытынды, яғни біздің мемлекетте мемлекеттік идеология жоқ. Нақты әлі күнге дейін, мысалы енді дін саласын алсақ та, тіл саласын алсақ, кез келген саланы алатын болсақ, оны біріктіретін бір идеология жоқ. Мысалы Қытай мемлекетін алсақ, оның өз идеологиясы бар. Батыс Европа елдерінің әрқайсысының алдына қойған мақсаттары бар. Біздің мемлекеттің енді қай бағытта енді президентіміз көпвекторлы саясатты ұстанамыз дейді. Жарайды, бұл енді сыртқы саясатта идеология болғанменен ішкі мемлекеттің ішіндегі халықты ұйыстырып бір мақсатқа жетелейтін идеологияның жоқтығы деп ойлаймын. Екіншіден енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, самұрық қазына, мынау Қазагро деген сияқты ауыл шаруашылық министрлігінің ішінен құрылған құрылымдардың орасан зор жемқорлыққа баруының нәтижесінде қазір мыңдаған ауылдар құрып жатыр. Ауыл халқы тентіреп, ала сөмкесін көтеріп, Астанаға келіп базар жағалап жүр. Баспанасыз жүргендер қаншама? Осының барлығын мемлекет әдейі істеп отыр ма? Негізі 90-шы жылдары Кімді кінәлай аламыз? Иә, 90-шы жылдары мен жаңа республикалық физмат мектебінде оқыған кезде біздің мұғалімдеріміз былай үйрететін. Сендер мына елімізде ең мықты мектепті бітіресіңдер. Сендер мынау қиын қыстау келген кезде елімізде, сендер жаңағы белсенді болып мемлекетімізді құтқарып қалуларың керек деп үйрететін. Сол кезде мұғалімдер, институтта оқыдым, қандай мықты мұғалімдер болды. Идеологиялық несі, түсінігі қалай болды да, ол азаматтардың. Сіздің де есіңізде шығар, сол біз сіз екеуміз құрдаспыз ғой, сол кезде қандай адамдар болды. Солар идеологиялар мықты болды. Кейін мына 90-шы жылдар басталды ғой, жабайы капитализм бізге кірді. Жабайы нарық қалыптасты, жемқорлық, ұрлық, коррупция деген әшейін күнделікті іс болып кетті, мысалға. Сөйтіп жаңағы сондай бір 90-шы жылдары, 2010 жылға сондай болған кезде халықтың идеологиялық нәрсесі бәрі бұзылып кетті, Күнкөріс қамына кетті. Ақша табу, ақша, қаражат. Міне қазір осы жақында ауылға бардым. Мысалға, жаңа мәдениет үйі жоқ ауылда. Домбыра үйрете ме деп, үйретпейді қанша. Яғни идеологиялық нәрсе ол бірінші орында тұрған жоқ деген сөз. Мен жаңа облыс әкіміне айттым, сен ең басты сенің мақсатың әр ауылға мәдениет үйін. Не үшін жастар бұзылып кетіп жатыр? Не үшін ішімдікке кетіп қалып жатыр? Өйткені олардың айналысатын идеология жоқ. Мен бала кезімде есімде 5-ші класста домбыраны үйреніп алдым, 3-4 күйді. Жаңағы бір неған кезде күйді тартып қоясың да рахаттанып отырасың мысалға да. Қызық қой, музыка. Негізі менің андай слух менде жоқ музыка, бірақ бәрібір үйреніп алдым, қызық өзіме. Өйткені домбыра енді біздің бабаларымыздан қалған зат қой. Сондан мысалға сондай нәрселерді үйрететін бізде идеология деген нәрсе елімізде бірінші орында тұрған жоқ та. Ол нашар істеліп жатыр, жоқ деп айтудың өзіне бірінші орында тұрған жоқ. Бірінші орында жаңағы 30 жылда жаңа айттық қой, ешектің артын жусаң да ақша тап, күнкөріс тойла деген, сол коммерция, бизнес бәрінің ойы ақша табу. Сөйтті де идеология қалып кетті. Одан кейін ақша табамын бізде бәрі банктардың
есігін ашқан кезде қарызға кіріп кетеді, одан проценті көбейеді. Сөйтіп халқымыз қарызға кіріп кетті. Халықтың қазір 50%-дан жоғарысы банкке қарыз мысалы. А банктың артында тұрған кім? Ол олигархтар, оның артында тұрған жаңағы Европаның жаңағы бизнесмен, жаңағы өте қауіпті жаман адамдар тұр артында. Соны мысалы кезінде мынау әртүрлі жаңағы Әблязов сияқтылар, Тәтешев дейді, жаңағы кім тағы да көп қой мына банкирлер. Марғұлан Сейсенбай банк ашты, солар әкелді, үлкен пайызда банк қаражат халыққа берді, халқымыздың бәрі қарызға кіргізді. Сол кезде солардың патриоттық сезім болса ғой, мынау ақшаны әкел, ертең қарызданып адам қарызға кіріп кетеді, обал болады ғой. Ол қалай құтылады? Оның не білімі жоқ, не тәжірибесі жоқ кәсіп ашатын. Мұны тоқтатуымыз керек. Қарызы бірінші оларды үйретіп алайық, дайындап алайық халықты кәсіп жасауда деп үйрету керек қой. Мысалы мен кәсіп жасауды 13 жасымнан бастағаннан кейін мен кәсіп ақша басқару, тәуекелділікті санай білемін, қалай не аламын. Мысалы бір адамдар бар білмейді оны. Құрдан басқа құжатқа қол қойып қойды да қарызға кіріп кетеді. Қазір мысалы телефон шалсаңыз, қазір сізге ақша әкеліп береді 60%-дан мысалы. Мысалы 60%, жылына 60% аласыз ақша. Ешқандай сізден кепіл де сұрамайды мысалы. Сондайға кім рұқсат беріп отыр? Ұлттық банк не үшін бұған қарамайды? Сондықтан біздің мына елімізде, мемлекетімізде мен қазір осы қоғамдық жұмыспен осы қарап жүріп, халықтың ішінде жүрген мына белсенділерді көріп, мен таңғалып жатырмын. Кезінде сол банкир болған адамдар қазір өздерінше келіп ақыл үйретеді, не қылады, бәрі шатасып кетті да бізде. Бізде бұл айтқанда сіз жаңа айтып отырсыз ғой, идеология да, біз кезінде Бауыржан Момышұлы қалай болды? Бәрі Бауыржан Момышұлыға ұқсағысы келді. Бауыржан Момышұлының ауылында шыққан қаншама генералдар шықты. Мысалы, Павлодар облысында Баян ауылда Қаныш Сәтбаев шықты, ғалым, әлемге белгілі ғалым. Оны бір Баян ауылдан 40 шақты академик шықты мысалы. Қаншама Абай Құнанбаевтың ауылынан қаншама ақындар шықты мысалы да, идеология. Күйшілер, Құрманғазының артынан қанша, Дина Нұрпейісованың артынан, Жамбыл Жабаевтың артынан қаншама ақындар шықты. Ол идеология деген осы ғой. А бізде қазір идеологияда кімді көрсетеді? Кәсіпкерді көрсетеді. А кәсіпкер деген ол қалай жұмыс істейді? Негізі кәсіпкер ол предприниматель. Кәсіпкердің ағылшынша сөзі білесіз бе, нені білдіреді? Алаяқ деген сөзді білдіреді. Негізі бизнесмен деген сөздің негізі шыққан, ол Европа, Америкада шықты ғой, ол жерде негізгі аты алаяқ деген болған. Ал оны әкеп қазір біздің Қазақстанда оларды жоғары шығарып қойған дұрыс. Өйткені оларда басқа жол жоқ. Мысалы кәсіпкер ол өзінің бизнесін ашып, өзін байытады ғой, өзінің жұмысын. Оны өз жағдайын ойлағаннан кейін оның жаулары келеді. Мына жақтан мемлекеттік жақтан қысым көрсетеді. Мына жақтан жаңа кредит беріп отқан, несие беріп отқан мекеме қысым көрсетеді, жан жақты қысымдар көрсетеді ғой. Сол кезде ол солардан қорғану үшін барлық тәсілдерге көшеді. Ақыл бар, қулық бар, әртүрліге көшеді. Сөйтеді ол автоматты түрде сол бағытта. Міне сол үшін ол адамзатқа зиян әкелмейтін жаңа алаяқ болып кетпеу үшін бізге мемлекетімізде заң керек. Ол заңның бәрі орындалу керек. Әшейін қағаз түрінде жазылмаса, сондықтан мен елімізде кәсіпкерлерді біздің бетке ұстар адамдар деп көрсетуге мен қарсымын. Мен олардың әрқайсысын білеміз, қалай жұмыс жасайтынын білеміз. Олар мысалға әртүрлі жаңағы жемқорлық коррупцияға қатысады да, мынаны мешіт саламыз дейді. Ол жемқорлықпен тапқан ақшасы оны мешіт салуға болмайды, ол дінде тыйым салынған. Мысалға садақа береміз дейді. Мысалы ол мемлекет ойлайды. Мысалға кеше үйде отырып, жаңа келіншегімізбен сөйлесіп отырмыз, жаңа айтып отырмын да, біз не айтсақ та, қалай айтсақ та, халықтың жағдайын ойлайтын ол мемлекет. Мысалы мектептерді салып отқан кім? Мемлекет. Пенсияны төлеп отқан кім? Мемлекет. Жаңа барлық жаңағы заңсызды бақылап отырған кім? Мемлекет. Сондықтан мемлекеттің мүддесі бірінші орында тұру керек. Ол қайда жоқ бір жігіт жаңа өзінше бір кәсіпкерлік жасап, одан кейін ақшасын таратса, сол бір герой сияқты болады. Ол дұрыс емес. Бұл сол менталитеттен біздің еліміз, ұлтымыз кету керек. Ол егер бір адам, жеке адам бір іс жасайтын болса біреуге, ол тек қана өз үшін жасайды. Біреу үшін жасамайды. Осыны түсіну керек.
көрінген мысалы бір қазір ютубта жаңағы шығып жүр адамдар, мен қараймын да, мысалға ол не үшін жасап жатыр, ютубқа шығып жатыр, ол өйткені өзінің мүддесі үшін, өзінің жаңағы жағдайын жасау үшін шығып жатыр. Сондықтан ол халықтың бір жаңағы бір геройына айнала алмайды. Халық үшін керек нәрсе ол мемлекет. Мемлекетіміздің тәуелсіздігін, мемлекетіміздің экономикалық, әлеуметтік жағдайын күшті болуы, халықтың арасында жаңа идеологияның дамуы, бір-бірімізбен түсініп, бір-бірімізді қолдау, бірлікке келу, бұл міне бірінші орында осы тұру керек. Ал бір жеке адамды бір культ личность жасап, соны бір супермен сияқты көру, ол өте дұрыс емес. Міне осындай нәрселерден біз қауіптен құтылуымыз керек. Қазір біз қалай да болсын тәуелсіздікке қалай жетті біздің мемлекетіміз? Біз тәуелсіздікке бейбіт арқылы жеттік, Біз соғыс арқылы алған жоқпыз тәуелсіздікті. 200-300 жылдай біз Ресейдің жаңа колониясы болды мемлекетіміз, бірақ біз бейбіт түрде өзі Құдайдың өзі қолдауымен, сол бабаларымыздың осылай жерді беріп қалдырғанның арқасында біз өз мемлекетімізді тәуелсіздікке алып шықтық. Енді осы тәуелсіздікті бізге қорғау, ол тәуелсіздігіміздің бірлігін күшейту, ол бізге байланысты. Ол барлық нәрсеге, адамдық өмірде түсінік бар. Барлық нәрсеге біз өмірімізбен төлеуіміз керек. Өйткені жеңіл келетін еш нәрсе жоқ. Сондықтан мына келген тәуелсіздігімізді күшейту үшін біз не істеуіміз керек? Бізге білім алу керек, жұмыс жасау керек, таңнан кешке дейін өзімізді аямауымыз керек. Қазіргі қазақтың жауы, Қазақстан біздің жауымыз, ол еншек адамдар. Еншек адамдар таңнан кешке түк істемей, жаңағы жатып алатын адамдар, ол ең сорақы, ең жаман адамдар солар. Біз еңбек етуіміз керек. Мен мысалға балаларыма айтам, бар, жұмыс жасаңдар. Өз тақырыптарыңды табыңдар, күндіз-түні жұмыс жасаңдар, болды. Жұмыс жасамасаңдар, еңбек етпесеңдер, сендерде болашақ жоқ. Ол мен әкеңнің байлығы саған байлық болмайды. Сен бірінші жұмыс жасауың керек, еңбек етуің керек. Немесе ғылымда өз орнын табуың керек, немесе қара жұмыста өз орындарын табуың керек. Тек қана адамды адам ететін ол еңбек. Еңбек деген нәрсе ол бақытқа әкелетін зат. Бақытқа. Міне біз ұлтымызды осыған үйретуіміз керек. Президент айтты ғой, еңбек адамы деді, осы еңбек адамын біз жеткізуіміз керек. Оны мен енді идеологияға жауапты жаңағы әкімшіліктердегі, жергілікті жердегі соны толық түсінбейтін сияқты. Мен де түсінбесе, біз түсіндіреміз, партия бар. Сондықтан біз еңбек адамдар, осы бізге былай айтқан үлгі болу керек. Ұлтымызды осылай ғана көтере аламыз. Әйтпесе бізде қазір қауіп бар. Тәуелсіздігімізден айырылып қалу қаупі бар. Оны ешкім түсініп жатқан жоқ. Осылай еріншек болып, қазақ бір-біріміздің аяғымыздан шалып, бір-бірімізді көре алмай, жаңа неғылатын болсақ, біз өзіміз жеп қоямыз. Соны мынау трайбализм деген нәрсе пайда болды қазір. Қайдағы жоқ, руға бөліну деген нәрсе болды. Мен парламент мәжілісінде Қазыбек Иса деген депутат бар. Бір жүрген бар оға трайбалист. Оны қалай депутат қылып, ондай парламентке апарып отыр. Қазір мен осы жақында ұлттық құрылтайда болған кезде депутаттармен былай отырдым. Сол жаңағы бәрі өз руы туралы әңгіме айтады. Біреу мен мынандай ұрмын, руын мақтап жатыр, не жатыр. Менен сұрайды, руың кім деп. Мен айттым, айтпаймын дедім руым, мен қазақпын дедім. Мен ол руымды айтсам, ол бөлінуге әкеледі, ол болмайды сондықтан. Біз қазақпыз, бірлікті. Мен оларға айттым, сендер депутатсыңдар, мәжілісте отырсыңдар, сендер бөлініп отырсыңдар. Мемлекеттің басқару ісінде ру туралы мүлдем айтуға болмайды. Білем сендерді Қазыбек Иса сондайды үйретіп жүрген. Трайбалист. Болмайды ондай нәрсені. Міне, ұлтымызды жоятын нәрсе сол трайбализм, бөліну, екінші жаңағы еріншектік. Міне, осы екі нәрсені ұлтымызда жоюымыз керек біз. Оларды сол бағытта дәріптейтіндерді біз аямауымыз керек. Басқа жол жоқ. Егер адам болып тәуелсіздігімізді сақтап қалу үшін, тәуелсіздігімізден айырылып қалуымыз мүмкін. Себебі не үшін? Мына Қытайды қараңыз. Қытайдың халқы қалай жұмыс істейді? Мына қасымыздағы өзбек ағайындарымыз қалай жұмыс істейді? Күндіз түнге дейін жұмыс істеп жатады. Мен бардым. Қырғызстанның халқы, қырғыз бауырларымыз қалай жұмыс істейді? Біз не еріншек боламыз? Біз де жұмыс жасауымыз керек. Әрине, мен келсем.
мемлекеттің саясаты осы бағытта шыншыл әділ болу керек. Иә, сол кезде халықта ынта пайда болады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев айтты ғой осы бағытта әділетті мемлекет құру. Бұл әділетті мемлекет құру тек қана мемлекеттік шенеуніктер емес, сонымен қатар халық болып біз қосылуымыз керек. Сондықтан біздің Байтақ Жасылдар партиясының мақсаты еңбек адамы, әділетті Қазақстан құру мақсатында барлық күшімізді салып жұмыс жасаймыз. Енді мұның ішінде мемлекеттің дамуына үлкен бір кері әсерін тигізіп отырған дүние бұл жемқорлық саласы. Сонау 90 жылдан бері бастау алып, әлі күнге дейін тоқтамай келеді, тіпті керек болса күшейіп келе жатқан жағдай бар. Енді біздің сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінің мәліметіне сүйенсек, күніне бір адамды ұстап жатыр. Мысалы, бүгін қана балық инспекциясы комитетінің төрағасын ұстап жатыр. Сонда балықтан да ақша тауып, одан да жеуге болады екен. Егер де біздің Қазақстандағы жемқорлардың бәрін жинайтын болса, енді бір 2-4 түрмедей толып қалатын сияқты болып қалды. Біз осы жемқорлықты неге тоқтата алмай келеміз? Осының себебі неде? Біріншіден, жемқорлықты тоқтату деген ол мүмкін нәрсе емес. Ол жемқорлық деген ол жемқорлықты жеңуге болады идеология арқылы. Мысалға, жемқорлықты жеңудің бір ол әдісі, ол идеологиялық түрде ұлттық сананы көтеру, ұлттық патриотизмді күшейту, мемлекеттің рөлін, егер мемлекет күшті болса, әрбір азаматтың өз орны болашақта. Осыны көрсету, идеология арқылы жеткізу арқылы жаңа жемқорлықты азайтуға болады. Екіншіден, қоғамдық ұйымдардың құзыры күшейту керек. Қоғамдық ұйымдар, белсенділердің жаңағы осы бағытта жұмысын күшейтетін болса, белсенділердің өзі, қоғамдық ұйымдардың өзі ұстап береді әр жемқорлықты, әр нәрсені. Бізде қазір қалай? Мемлекеттік жаңа билік жүйесінде қаржы қылмысына қарсы агенттік бар, жемқорлыққа қарсы агенттік бар, прокуратура бар, тағы басқа ұйымдар бар. Солар бақылайды. Олар жемқорлықпен күресеміз деп, өздері жемқорлыққа айланып жатыр. Көрдіңіз бе? Ол сондықтан осы бағытта біз идеологиялық түрде оны біз дұрыстай аламыз. Басқа бізде жол жоқ. Ал енді жаңағы қаншама адамдар, мысалы, жемқорлықпен күресеміз деп өздері жемқорлыққа, нақты ақпараттар бар ғой, біз білеміз ғой, қаншама адамдар ұсталды керек болса. Сондықтан ол екінші да, үшінші, мынау мемлекеттік басқару ісінде жемқорлыққа мүмкіндік берілген тетіктердің бәрін жою керек. Мынау енді 30 жыл жаңағы 30 жыл 90 жылдан бастап мынау жабайы экономикада, жабайы капитализмде өмір сүрген кезде біз сол кезде барлық мүмкіндіктер жасалды ғой, тетіктер жасалды. Я сол шенеуніктердің жаңағы араласып, өз жеке қалтасын байыту, соның бәрін жоюымыз керек, жабуымыз керек. Бұл бағытта антимонопольный комитет жұмыс жасау керек, монополияға қарсы жұмыстарды жүргізуіміз керек, монополистерді мүлдем жойып тастау керек. Монополист деген нағыз жемқор. Ол мысалға қазақта сөз бар ғой, кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді ғой. Ол бай болған адам, ол міндетті түрде үлкен байлыққа жеткен адам, ол өзін құдай болсам деп армандайды. Ол ақшасын бәрін сонда салады. Ол мысалға $1 миллиард бар адам деген кім? Ол $1 миллиард бар ол адам. Оның яғни оның қаражатымен құдіреті күшті болып тұрады. Ол көрінген затты өзінің қаражатымен жолады. Сондықтан ол ондай адам, ол мемлекетке бір жағынан жақсы болса, екінші жағынан қауіпті адам. Сондықтан мемлекеттің құзырлы органдардың бәрі ондай адамды бақылау керек. Мысалы, Европада не істейді ондай адамдарға? Қосымша салық салады оларға. Мысалы, адам байып келе жатса, бірден қосымша салық салып, жаңағы бақылауға алады. Бізде де солай болу керек. А бізде қалай? Байыған адам, олигархтық дәрежеге жеткен адам салық төлемейді бізде. Мысалға, Смағұл мега селкоид салады. Олардың бәрі бір тиын ақша инвестировать етпейді Қазақстанға. Және салық төлемейді екен, бәрі қандай программаларға кіріп алады, аз төлейді. Жаңа қазақмыс киім.
мысалға шетелге шығарған кезде НДС-ті қайтарып алады мысалға. Жаңа Нигматуллиндер жанұясы, Казфосфат, мысалға, Казцинк, ИРЖ, жаңа Машкевич, Ибрагимов, олар Қазақстанға салықты өте аз төлейді. Аз төлейді. Бірақ Қазақстанда жасап жатқан байлықтары ұшар теңіз. Міне осы жерде мемлекет өзінің күшін көрсету керек. Мемлекеттің басшылары, билік күшін көрсету керек. Вот сол кезде халық оларға сенеді. Әрине, халық қарапайым азаматты қысалады. Ал андай ақшасы бар адамдар қысып көрсетсін, батырлық көрсетсін. Міне ол ондай олигархтар мен мемлекеттік қызметкерлер жаңа қақтығысқа келген кезде ол нағыз соғыс ол. Өйткені олигархтарында оларда қылмыстық топтар олардың қолында тұрады. Олар жаңа киллерлерді жалдай алады. Олар әртүрлі правоохранительный органдармен жаңағыдай біреудің қалтасына жаңағыдай есірткі салып жаңағыдай жасай алады. Сондай туысқанына шенеунікке қысым көрсете алады. Бір мысалға жаңағы бір әртүрлі жағдайларға жетіп сондай сол кезде міне мемлекеттік қызметкердің көрсететін батырлығы сол болу керек. Ал қазір мемлекеттік қызметкерлер кіммен күресіп жатыр? Көшеде жүрген апалармен, қарапайым балалармен, жастармен, мен таңғаламын. Ол мемлекеттік қызметкер, депутат болсын, мемлекеттік әкімшілік, оның креслосы ол әкімшілік құдіретті ұстап отырады. Мына кресло ол оның ойы емес, оның күші емес, ол мына креслоның арқасында ол адам болып отыр. Соны ұмытпау керек. Сөйтеді да ол креслоның арқасында жаңағы олигархтарға, жақындап байларға, солардың бір тиын алып, кішкене жағдайын жасап алады. Содан кейін бітті, ешкімді танымай кетеді. Ол нағыз опасыз сатқын адам деп соларды айтады. Ондай сатқын адамдарды біз көріп жүрміз. Оларды мен кейбір кезде ойлаймын, олар адамнан туылған адамдарға ұқсамайды олар. Сөздерінде тұрмайды, ойын ойнайды, әкімшіліктің жаңағы мүмкіндігін пайдаланып қарапайым халықты қысады. Ол дұрыс емес. Міне біздің айналысатынымыз солармен идеология. Мысалға, мені қараңыз. Менде мемлекеттік әкімшілік еш уақытта болған емес, әкімшілік күш. Бірақ қызмет, жұмыс жасап отырып, жаңа әртүрлі мекемелерді ашып, жұмыс орындарын ашып, экономикаға үлес қостық. Міне партия құрдық, Бұның бәрін біз далада жүріп, аяқпен, халықпен жұмыс істей отырып істедік, оймен. Менде еш уақытта әкімшілік күш болған емес. Олар әкімшілік күшпен халықты қолдау үшін, қолдап, жаңағыдай бай қуаттылармен күресудің орнына, олар қарапайым халықпен күреседі. Ол дұрыс емес. Міне осы мәселені біз дұрыстауымыз керек. Міне Байтақ Жасылдар партиясы қоршаған ортаны қорғау арқылы идеологиямызды күшейтіп, мына табиғатқа деген табиғатты аялау, ағаш отырғызу, бұл үлкен идеология. 2012 жылы кішкентайым экологиялық последствиядан ДАТС содай бір жағдай болып, кішкентай үшінші балам 2 айлығында жаңағы қайтыс болып кетті. Сол кезде мен шынымен де мынау қатты менің ішкі дүниемде өзгеріс болды. Кәсіппен айналысып, маған, мен дей беріп жүрген ол болмайды. Адам қоғамды, халықты ойлау керек, жанындағы адамдарды ойлау керек, пайда келу керек қой қоғамға. Вот сол кезде сен адам боласың. Қоғамға қолынан ешнәрсе келмесе де ақ пен қараны ажыратып, әр уақытта адалдыққа, шыншылдыққа жақ болсаң, соның өзі сенің осы қоғамға келген үлесің болады деп, мен осы партия құрумен айналысып, қоғамға бір пайда келем деп, сондай бір өмірде бір үлкен өзгеріс болып, осы бағытта жұмыс істеп жатырмын. Өйткені біз кім болсақ та, өмір деген ол өтеді, кетеді. Бұл өмірде мәңгілік ешкім қалған жоқ. Сондықтан біздің мақсатымыз осы өмірде жүрген кезде адам болып өту ғой, адам болып келдің бұл өмірге, адам болып өту керек қой. Сондықтан барынша кімге жақсылық жасай аласың? Жасау керек жақсылықты. Жақсылықты жаңағы көрсетіп те жаса, көрсетпей де жаса. Бірақ ісің бәрі жақсылық болу керек қой. Сол кезде мемлекетіміз дамиды. Адамдық бір-бірімізді жақсы көруіміз керек.
қазақстандық азаматтар бір-бірін жақсы көру керек, бір-бірін қолдау керек, жаңағы бір-бірін ақ пен қараны ажырату керек. Біз бірінші орынға мемлекетіміздің мүддесін, мемлекетке қызмет еткен адамдарды біз өзімізге үлгі қылып қоюымыз керек. Енді мынау біздің көрермендеріміздің келіп түсіп жататын көп сұрақтардың бірі, қазір партия құру, оны басқарып, оны алып жүру өте қиын нәрсе. Сондықтан да осы партияны кім қаржыландырады? Бірінші сұрағымыз. Екінші, жалпы партияның ендігі алдағы мақсаты қандай? Енді қаншама жұмыстар істеген, жаңағын алдында сіз айтып өттіңіз. Алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Иә, дұрыс айтасыз. Партия құру ол бір бөлек, партияны ұстап тұрып, партияның жұмысын күшейту ол екінші мақсат. Әрине, біздің партиямыздың 20 филиалы бар, 100-ге жуық бастауыш партия ұйымы бар бүгінгі күні. Жаңа айттық қой, 100 мыңға жуық мүшесі бар. Олардың бәрімен жұмыс жасау керек. Әртүрлі акцияларды өткізу керек, ағаш отырғызу керек, ғылыми жұмыстары бар, сенбіліктер өткізу керек, әртүрлі акциялар, сайлауларға қатысу керек. Оның бәрі қаражатсыз шешілмейді. Қаражат материалды түрде шешімін табу керек. Бүгінгі күні қаржыландыруды шыны керек, мен өзім қаржыландырып отырмын партияны. Өйткені қазір пайда болды арамызда, партиямызда жаңағы көмектесетін жігіттер пайда болды. Көмектесіп жатыр енді. Азғантай көмектесіп жатыр, бірақ оның өзі де жақсы. Өйткені біздің партияның қаражат шығыны ол күн сайын өсіп келе жатыр да. Өткен айдағы қаражат шығыны, қазіргі айдағы қаражат шығыны өсіп келе жатыр. Өйткені партия өсіп келе жатыр ғой. Ол бір мекеме өскен кезде әр уақытта ақша дефицит болады. Ақша всегда әр уақытта керек. Сондықтан бұл жерде біз қазір қаражат мәселесін әзірше мен өзім қаржыландырып отырмын, бірақ біздің ойымыз, біз енді жасылдар партиясымыз ғой, сондықтан бізде жасыл экономика, жасыл кәсіпкерлік деген бағыт бар. Сол бағытта біз жұмыс бастап отырмыз, көптеген жобаларды бастадық. Сол жобалар нәтижесін берсе, біз сол жобамен партиямызды біз ары қарай қаржыландырамыз. Сондықтан біздің мақсат осы. Екінші сұрағыңызға жауап, жаңағы партияның жоспары. Партияның негізгі жоспары, мақсаты сайлауларға қатысу. Біздің алдымызда үлкен сайлаулар келе жатыр. Ең бастысы сайлауға қатысқан ол формалды түрде қатыспау керек. Оған біз мықты үміткерлерді дайындауымыз керек. Мәжіліс парламентіне депутат болатын мықты үміткерлер керек бізге. Мәслихаттарға мықты үміткерлер, аудан әкімі болатын, ауыл әкімі болатын үміткерлер. Сондықтан бізде ол жұмыс күнделікті жүріп жатыр. Күнделікті. Әр жерде. Біз осы мына қазір көшіп-қону заңын қарайық деп жатырмыз. Мына қандастармен жұмысты күшейтейік деп жатырмыз. Өйткені бізді қандастардың арасында өте дарынды, сондай бір идеологиясы тұрақты азаматтар өте көп. Оларды біз мемлекеттік басқару ісіне пайдалансақ, мемлекетіміз одан өседі, көркейеді, тек мемлекетімізге пайда келеді. Сондықтан біз осы қандастар бағытында, сонымен қатар жастар бағытында байтақ Generation жастар қанатын құрдық партиямыздың. Жастармен де әр өңірде жастармен жұмыс жасап отырмыз. Осы жаз айында мүмкін съезін өткіземіз. Біз жастар қанатының соған дайындалып жатыр. Сонымен қатар әртүрлі жаңағы өзіміздің акция, проект, жобаларымыз бар. Сол жобалардың бәрін біз дайындап, соған қатысып жатырмыз. Су тасқыны кезінде де партия біраз көмек көрсетті. Мына су тасқыны кезінде біздің партия 600 миллион теңгеге жуық қаражат мынау Атырау облысы, Жылой ауданы, Солтүстік Қазақстан облысы, Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облыстарына көмек қолдау жіберді. Ол жаңағы әртүрлі қаражат жүзінде, әртүрлі техникалық заттармен, көрпе төсек заттармен біз сонда тамақ, тағы басқа заттарды жібердік. Ол жұмысымызды біз тоқтатпаймыз, оны ары қарай жалғастырамыз. Енді ол жерде ол қаражаттарды біздің партияластарымыздың арқасында жинап отырмыз. Партияластарымыздың қолдауымен жиналды. Яғни ол жерде біздің партиямыздың саяси кеңес мүшелерінің еңбегі өте зор, партиямыздың басқарып отырған азаматтарының еңбегі зор.
солармен бірге отырып осы жұмысты жасап жатырмыз. Бүгінгі күні біздің партиямызда 1000 белсенді азаматымыз бар. 1000 Қазақстан бойынша. Мен нақты айта аламын, біз оны дайындадық. Енді ол 1000 адамымыз болашақ біздің кандидаттар, үміткерлер, бұл болашақ біздің осы елімізге қызмет ететін азаматтар. Солармен біз жұмыс жасап жатырмыз қазір. Енді бізге берілген уақытымыз шектеулі аяқталды. Енді бұл сұхбатымызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін міне Ақ пен қара бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Бүгін біздің студиямыздың қонағы болған Байтақ Жасылдар партиясының төрағасы саясаткер Азаматхан Әміртаев. Біздің Бай Медиа каналын қолдаңыздар, жазылыңыздар, лайк басып отырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.